Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетем. Үйрену өте оңай. Видеоны соңына шейін көріп, каналға тіркеліп және қазақ тілді каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше жолақты шиғырағын үйрететін боламын. Ол үшін бізге ендері 4 см болатын сары, жасыл, қызыл және ақ түсімізден қажет. Бұл жерде мен 3 түсті материалды алдым. Жай мақпалдан және таза мақпалдан және мат бүйвилеудан алдым. Және бізге екінші қажет болады. Ені 20-20 сантиметрден осындай 4 астарлық қажет. Енді бұл астарлықты мен өз матасына резеліне жапсырып дайындап алдым. Міне құрағымызды ең бірінші осылай бұрышынан бастаймыз. Бірінші осылай құрағымызға тігіп аламыз бұрышымызды. Міндетті түрде құрақтарыңыздың басында сәкіріп беріңіздер. Және екінші бізге осылай тігіп алғаннан кейін сары түсімізді осының үстіне асырып осылай тігеміз. Міне екіншісін тігіп алдық, оны осылай машинкамызбен жүргізіп шығамыз. Және қайтадан жасыл түсімізді тігеміз. Және тағы сары түсімізді тігеміз. Мынадай артық материалдарын осылай артық қалдыра беріңіздер. Соңынан кесіп тастайсыздар. Қайтадан жасыл түсіміз. Осындай алдын ала осындай артығымен материалдарды артығымен бүйтіп қойып отырасыздар.
қайтадан сары түсімізді тігеміз. Жасыл мен сары түсіміз осылай қайталана береді. Осылай до конца тігеміз. Міне мынадай болады. Сосын артығымен қалдырып отырасыздар, соңында барып қайтсайсыздар. Өстіп қайталай береміз. Міне тігіп шықтық. Жасыл мен сары түсімізді. Енді бұны бетеміз. Мына астардың несін бойымен 0,5 см айналдырып шығайық. Тігіп түсіреміз. Міне артын айналдырып шықтым. Енді мына жан жағын осы астарлықтың бойымен қиып шығамыз. Міне қиып шықтық айналдыра жан. Енді міне осындай болады. Енді осындайда біз 4 шаршы тігіп аламыз. Міне 4 шаршымызды дайындап алдық. Тігіп 20x20 бұның размері. Енді былай тігеміз. Қызыл түсімізді аламыз. Мақпалдың түгі былай төмен қарап тұр. Мақпал қызыл түсімізді былай тігеміз. Енді былай қызыл тігеміз тағы. Енді бұлай ақ түсімізді тігеміз. Бұлай ақ тігеміз. Өйстіп айналдыра осылай тіге береміз. Қызыл, қызыл, ақ, ақ. Міне құрағымыздың жанына 2 қызыл былай тіктік, 2 ақ тіктік. 2 қатар ғана тігесіздер. Осылай 4-еуінде тігіп аласыздар. Міне 4 шаршыларымызды тігіп алдық. Енді осыдан құрағымызды құрап бастаймыз. Міне осылай құруларыңызға болады. Қызылды ортаға келтіріп және
міне ақты да ортаға келтірулеріңізге болады. Я болмаса былай жасауларыңызға да болады. Әртүрлі істей бересіздер, өзіңіздердің қалауларыңыз бойынша. Мен ортасына қыздығын келтіремін. Енді осыларды тігіп аламыз. Енді мына бер жағында, мына екіншісін осылай тігіп аламыз бұны. Міне құрамымыздың бір шаршысы дайын болды. Міне осындай болып шықты. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Құрақ осындай болып шықты.